Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен бүгін оразаның 3-ші күніне арнап ас мәзірін дайындадым. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осы видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен жеңіл тамақ дайындайын деп шештім. Ол үшін алдын ала картопты күштен өткізіп, сәбізді күштен өткізіп, жуаны қолмен майдалап турап, кішкене ғана тартылған етті және сұйық майды дәміне қарай дәмдеп қосып, жақсылап салмасын дайындап аламыз. Міне салмасын дайындап қойдым. Енді қамырын алдын ала елеп қойдым. Қамырына тек су, тұз және де ұнды салып, қатты қамыр етіп, бір дана жұмыртқамен елеп дайындап алдым. Қамырымызды енді оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Жұқалығы өте маңызды. Жұп-жұқа болса өте дәмді әрі өте тез пісетін болады. Сондықтан дәл осылай жұқа етіп жайып, үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап жағып аламыз. Міндетті түрде қамырымызға да және осыны салатын мантаваркамызға да жағып шығамыз. Енді алдын ала дайындап алған салмасын салып, бүткіл жеріне тигізіп жайып шығамыз. Дәл осылай дөңгелекше етіп орасаңыздар да болады, немесе мен секілді бір адамдық ас ретінде қолдансаңыздар да болады. Дәл осылай орталарынан кесіп, шеттерінен кесіп, кішкентай орама мантілерді дайындауға болады. Өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Ораманы дәл осылай немесе қалауыңызша үлкен бір суалы етіп дайындауға болады. Мен дәл осылай дайындадым. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Жасалу жолы да өте оңай. Сіздер де дайындап көріңіздер. Және де 45 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған осындай орамаларымызды міндетті түрде мантаваркамыздың астын майлап, мантаваркаларымызға жайғастырып шығамыз. Дайындап алған орамаларды мантаваркаларымызға жайғастырып шығамыз. 45 минутқа отта ұстап пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, дәл осылай өте дәмді әрі оңай болып шығады. Кешкі асқа және де осындай блинді дайындайын дедім. Сүт, жұмыртқа, кішкене ғана қант, ас содасы және сұйық майды салып, жақсылап араластырып, үстінен ұнды саламыз және де жақсылап араластырып аламыз. Және қайнап тұрған суымызды да қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міндетті түрде қою болмау керек. Қызған табамызға блинларымыздың бәрін қызартып пісіріп аламыз. Дәл осы рецепті жасасаңыздар, дәл осындай ажурно және тесік өте әдемі болып шығады. Дайын болған блинларымызды алдын ала ірімшік, қаймақ, кішкене ғана қантты қосып, салмасын дайындадым. Кішкене ғана бөлігіне осылай салмасымен және салмасыз дайындап қойдым. Дәл осылай барлығын осылай дайындап аламыз. Мен кішкене ғана сүттен жасадым. Сіздер қалауыңызша көбейтуге болады. Дәл осылай азғантай ғана жасадым. Кешкі асқа өйткені қалып қоймас үшін. Қазір ораза айы болғандықтан. Міне кешкі асымыз да дайын болды. Өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Жансұлу.